Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы құжаттарды топтастыру және құжаттама жүйелері деп аталады. Жалпы сабағымыздың мақсатына тоқтала кететін болсақ, құжаттарды топтастыру және құжаттама жүйесінің қалыптасуы туралы түсінік бере отырып, білімдерін нығайту әрі жетілдіру. Білімгерлердің логикалық ойын тілін дамыта отырып, ізденімпаздық қасиеттерін студенттердің бойларына қалыптастыру, мемлекеттік тілді құрметтеуге, сонымен қатар отанына деген патриоттық сезімін оята отырып, адамгершілікке, жауапкершілікке, мәдениеттілікке тәрбиелеу болып табылады. Яғни құжаттарды топтастыру және құжаттама жүйелеріне тоқталайық. Іс қағаздарының түрлері айтатын болсақ өте көп. Олардың негізгі түрлерінің мақсаты мен міндетіне, мазмұнына және жасалған орнына, жасалу сатысына, қызметіне, формасына, тағы да басқа ерекшеліктеріне қарап біз бұл құжат түрлерін топтастырамыз. Ұйымдар мен мекемелердің жалпы іс жүргізу барысында негізгі орын алатын құжаттарды жалпы мақсатына қарай екі үлкен топқа бөліп қарастырады. Біріншіден, бұл әкімшілік сұрақтар мен жалпы сұрақтар бойынша аталған құжаттар, яғни ұйым әкімшілігі мен оның өндірістік іс-әрекеттер бойынша жалпы сұрақтар барысында туындайтын құжат түрлері. Бұл құжаттар ұйымның барлық құрылымдық бөлімше қызметкерлері құрастыра алатын құжат түрлерінің қатарына жатады. Екіншіден, ол басқару функциялары бойынша аталған құжаттар болып табылады. Бұл құжаттар қаржы, бухгалтерлік жоспарлау бөлімі және тағы да басқа функционалды бөлімшелер қызметкерлері құрастыра алатын құжат түрлеріне жатады. Құжаттарды жалпы және жеке белгілер бойынша кластарға бөліп қарастыруға болады. Яғни сол жеке кластарға тоқтала кетейік. Жеке кластарға бөліп қарайтын болсақ, бұлардың өзі үлкен 12 топқа бөлінеді. Яғни құжаттарды топтастыру оларды ұқсастықтар мен айырмашылықтары бойынша бөлу болып табылады. Біріншіден, бұлар белгілеу тәсіліне қарата графикалық және жазба акустикалық болып үшке бөлінеді іштей. Екіншіден, мазмұнына қарата бөлінеді. Бұлар ұйымдық, өкімдік, қаржы есеп және жабдықтау, өткізу болып бөлінеді. Үшіншіден, атауына қарай көптеген жанрларға бөлініп отырады. Оның ішінде өтініш, бұйрық, хаттама болып бөлінеді. Яғни ары қарата тоқталатын болсақ, төртіншіден, бұлар түріне қарай типтік, үлгілік, жекелік, қалыпты және жалпыға бірдей болып бөлінеді. Сонымен қатар толықтыру орнына қарай құжаттардың өзі ішкі және сыртқы құжаттар болып екіге бөлінеді. Шығу тегіне қарай қызметтік және ресми жекелік болады. Сонымен қатар орындалу мерзімі бойынша жедел және жедел емес құжат түрлері болып табылады. Шығу тегіне қарата құжат түрлері қызметтік және ресми жекелік болып бөлінеді. Заңдылық күшіне қарай шын және жалған құжаттар болып бөлінеді және жариялық дәрежесіне қарай қарапайым күнделікті қызметте қолданылатын құжат түрлері және құпия түрдегі құжат түрлері болып табылады. Сонымен қатар жасалу сатысына қарай түпнұсқа көшірме, ал көшірменің өзі үшке бөлінеді. Отпуска, выписка және дубликат болып, сақталу мерзіміне қарата тұрақты уақытша 10 жылға дейінгі сақталатын құжаттар болады және уақытша 10 жылдан астам уақытқа дейін сақталатын құжат түрлері болады. Жалпы құжаттар өздерінің қызметтік ерекшелігіне қарай құжат толтырудың бірыңғай жүйесі және олардың негізгі ережелері болады. Біздің айналамыздағы мынау құжат түрлері болып табылады. Біріншіден, адам баласы дүниеге келген кезде туу туралы куәлікке қол жеткізеді. Екіншіден, балабақша құжаттарына тіркеледі. Үшіншіден, 16 жасқа толған кезде, яғни міндетті түрде төлқұжат алады. Төртіншіден, орта білім туралы куәлік немесе аттестация алады және жұмысқа орналасқан кезде міндетті түрде түйіндеме, өтініш, еңбек кітапшасы, өмірбаян, мінездеме, жеке іс қағаз сияқты құжат түрлерімен танысады. Түрлері өте көп. Жалпы дағдылы қолданыста құжаттың 3 түрі бар. Қандай да бір фактіні, не бір нәрсеге деген құқықты растайтын құжат түрі, суретте көрсетілгенде. Екіншіден, жеке басты ресми түрде куәландыратын құжат түрі, төлқұжат және бір нәрсе туралы жазбаша куәлік түріндегі құжат түрлері бар екен. Бұл күнделікті өмірде қолданыста жүрген дағдылы, яғни құжат түрлері болып табылады. Құжаттың түрлеріне тоқтала кетейік. Жеке құжат түрлеріне нелер жатады? Жеке құжат түріне өмірбаян, түйіндеме, мінездеме, жеке іс парағы, өтініш түрлері жатады. Ал ресми құжат түрлеріне сенімхат, қолхат, кепілхат, өтініш, еңбек шарты, шарт, еңбек келісімі.
Үшіншіден, анықтамалық ақпараттық құжат түрлеріне қызметтік хаттар және баяндау хаттар, түсініктеме, ресми хат түрлері жатады. Құжаттың түрлеріне басқару өкім туралы құжат түрлері жатады. Оған заң, жарлық, жарғы, өкім, бұйрық, нұсқау, хаттама, хабарландыру түрлері кіреді. Куәліктің қандай түрлері болады? Жол жүру, жеке бас, жалпы негізгі білім, қайтыс болу туралы, некеге отыру туралы, туу туралы, оқушы, жүргізуші, әлеуметтік жеке код беру туралы, салық төлеушісінің куәлігі. Куәліктің осындай бірнеше түрлері болады. Берілген тапсырмаларға назар аударайық. Мына жерде берілген бірнеше сөздер бар. Сол сөздердің баламасын тауып жазамыз. Мысалға, құжат дегеніміз не? Құжаттарды құрастыру, оны тіркеу, топтастыру, есепке алу және сақтау түрлерін айтамыз. Келесі тапсырма оқып аударамыз. Орыс тілінде берілген сөздерді қазақ тіліне аударып жазамыз. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, мемлекеттік стандарт талаптарына сай құжаттарды дұрыс құрастыра білуіміз керек. Құжаттарды сауатты дұрыс толтыруды және рәсімдеуді үйрену. Құжаттардың міндетті деректемелерінің орналасу тәртібін құрамын білеміз. Құжаттарға қойылатын талаптарды міндетті түрде меңгеру керек. Құжаттарды сауатты дұрыс толтыруды және рәсімдеуді үйрену керек. Құжатсыз тарих жоқ, өткенсіз бүгін жоқ, бүгінсіз болашақ жоқ деген танымал нақыл сөз өте көлемді тарихи құжаттарды сақтайтын мұрағаттардың мақсат міндеттері мен маңызын айтарлықтай дәл білдіреді. Сондықтан да қазіргі таңдағы біздің өміріміздің барлығы осы құжат түрлерімен өте тығыз байланысты. Бүгінгі сабағымызды назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.